Қайырлы күн гүлсүйер қауым. Мынау менің Глоксиния клубнем 11 февральда светтің жарығына қойдым. Себебі бұл оянбай тұрды. Оянбай тұрған Глоксинияны қалай оятамыз? Оянбай тұрды, ешқандай ештеңе жоқ болып тұрды. Міне осы Глоксинияны светке қойдым. Міне 14 күнде оянды Глоксиниям. Енді мына жерде неше отростка беріп тұр, біршама отростка беріп тұр. Мыналар шыққасын, может быть, басқа отросткасын егуге алу керек, или болмаса бір сильныйын қалдырып, қалғанын алып тастау керек. Өсе берсін деп ойлап тұрмын кішкене. Соны мына фитильный поливке қойып егіп алайын деп тұрмын. Мына фитильный поливімді әзірлеп қойдым. Міне, әзірлеп қойдым. Мына горшокке егіп. Міне. Қазір батырамын ғой, топырағын салып, бір қолмен түсіріп тұрмын, бір қолмен көрсетіп отырмын ғой. Топырағын салып қазір егем. Қазір осыны егіп, сосын үстіне салафан кигізіп, мини тепличка жасап қоямын. Бір жағын ашып, салафанның бір жағын ашып, себебі енді бұл құрғақ ауаға үйрену керек. Егер мен қазір осылай егіп, осылай тастап қойсам, онда мына үстіндегі отросткілері өліп қалады. Сол себептен енді бетін салафанмен жауып, аздап ауа кірсін деп ашып қоям шетін. Осы фитильный поливке қояйын деп тұрмын. Ровно 14 күн болды. Бұл алдында 10 күнге жетпей кішкене шығып жатырды, уже оянып клубне. Сосын кішкене өссін деп өзім түсірмей жүрдім. Міне ровно 14 күннен кейін түсіріп тұрмын. Негізі 10-14 күнде осылай оянады Глоксинияның картошкасы. Міне, клубне проснулась. Енді жайлап өседі. Цветі қандай екенін ұмытып қалып тұрмын. Өзімнің клубнем ғой, былтырғы. Сау саламатта болыңыздар. Көрсетейін дегенім осы. Гүлдеріңіз өсе берсін. Бірнеше уақыттардан кейін енді қандай болғанын көреміз.